Зат есімнің септік жалғаулары. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулар дейміз. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері. Септіктің атауы сұрақтары. Атау септік кімне, ілік септік кімнің ненің, барыс септік кімге, неге, қайда, табыс септік кімді, неде, нені, жатыс септік кімде, неде, шығыс септік кімнен, неден, көмектес септік кіммен, немен сұрақтарына жауап береді. 7 септіктің жалғаулары. Атау септігінде арнайы жалғауы жоқ. Ілік нің, тің, барыс септік ға, ге, қа, ке, а, е, табыс н, д, т, жатыс да, де, та, те, шығыс на, нен, дан, ден, көмектес мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. 7 септіктің мағынасы. Атау іс-әрекеттің иесін білдіреді. Ілік заттың кімнің меншігі, неге тәуелді, тән екенін білдіреді. Барыс іс-әрекеттің қимылдың бағытын, мекен, мезгілін білдіреді. Табыс іс-қимылдың нысанын білдіреді. Жатыс іс-қимыл әрекеттің жүзеге асырылу орнын білдіреді. Кімде екенін білдіреді. Шығыс іс-қимыл әрекеттің шығу тегін, мекен, мезгілін білдіреді. Көмектес іс-қимылдың амалын жүзеге асыру тәсілін бірлескен әрекетін білдіреді.